Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен екі түрлі сметана тәйіндейтін боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Керек құрамның барлығын видеоның астына жазып кететін боламын. Алдымен ұнымызды електен өткізіп аламыз. Үстіне бір чай қасықпен қопшық салатын боламыз. Оның үстіне қантымызды салып араластырамыз. Ұнымыздың үстіне майымызды салатын боламыз. Қолымызбен үгітіп песочный тесто дайындайтын боламыз. Біздің майымыз өте қатты емес, өте жұмсақ та емес, осылай орташа болу керек. Қолымызбен жақсылап үгітіп алғаннан кейін бір жұмыртқамызды салып барлығын біріктіретін боламыз. Қамырымыз өте жұмсақ болу керек. Осындай салфаң салып жарты сағатқа тоңазытқышқа қалдырып қоямыз. Мен осындай домалақ формаға жаятын боламын. Кез келген формаға сала берсеңіздер болады. Қолымызбен осылайынан жайып шығатын боламыз. Шет-шеттеріне, барлық жеріне. Бір елге барлығын жайып алғаннан кейін осылай шаңғышының көмегімен шет-шеттерін басып шығатын боламыз. Әдемі болу үшін міндетті емес, етпесеңіздер де болады. Егер шаңғышқаларыңыз шеттерден жабысып жататын болса, мұнға бір қабат шаңғышқаларыңызды салып отырып жасасаңыздар болады. Салмасын жасайтын боламыз. Қаймағымыздың үстіне қантымызды салып араластыратын боламыз. Өте көп араластырмаңыздар. Оның үстіне жұмыртқамызды салып бір бағытқа қарай араластыратын боламыз. Салмасын құятын боламыз. Алдын ала пешімізді қыздырып аламыз. Бет жағына қатырылған малина салдым. Сіздер салмасаңыздар да болады. Немесе басқа да жемістермен әсемдесеңіздер болады. 180 градуста 35-40 минут пісіретін боламыз. Немесе шоколадный сметана жасасаңыздар да болады. Жұмыртқамызға қантымызды салып араластырып алатын боламыз. Қамыры бірдей болады, тек салмасы екі түрлі. Ерітілген шоколадымызды құямыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін қаймағымызды салатын боламыз. Үстіне какаомызды салып араластыратын боламыз. Осындай шоколадты дәмді начинка шықты. Салмасы формамызға құйып 180 градуста 35-40 минут пісіретін боламыз. 35 минуттан кейін қамырымыз жеті қызарған кезде уже тоқыдан алатын боламыз. Біздің егерде массаларыңыз әлі де піспаған сәтті болып тұрса, алып осындай решеткаға 7-8 сағат суытқан кезде өзі формасын ұстайтын болады. Осылай пышақпен шет-шеттерін абайлап кесіп алатын боламыз. Формамыздан ақырын сыдырламай алатын боламыз. Осылай міне шеті қызарған кезде уже бізде пісті деген сөз. Өзі 7-8 сағаттан кейін формасын ұстайтын болады. Видеоның соңына дейін көрген болсаңыздар, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген видеолар болады. Сіздермен болған Балжан, астарыңыз дәмді болсын.